климат бойынша Париждік келісімге қол қойды. Естеріңізге салайық, аталған құжат сәуір айында өз күшіне енуі керек болатын. Алайда үкіметте осы мәселе бойынша біраз сұрақтар туындағандықтан қол қою мерзімі кейінге шегерілді. Келісімді ратификациялауда осы жылы жүзеге асуы керек. Қазіргі таңда бұл құжатты 170 мемлекет қабылдаған. Армысыздар, эфирде Жасыл экономика бағдарламасы. Елді жасылдандыру жолында Қазақстан бірнеше халықаралық ұйымға мүше болды. Маңызды аса салмақты құжатқа қол қойып, елдің жасыл экономикаға өту тұжырымдамасын қабылдады. Енді осы дүние жүзінің 100-ден астам мемлекеті мойындаған Париж келісімін ратификациялау ғана қалды. Ондағы басты талап Қазақстан 2030 жылға дейін парниктік газдар көлемін азайтуы тиіс. Мамандардың пікірінше, қосымша қаржы тарту арқылы бұл процесті жеделдетуге болатын көрінеді. Одан бөлек, Қазақстан баламалы қуат көзі секторында 2050 жылға дейін өндірілетін энергияның 50%-ын табиғат көздерінен алуды мақсат етіп отыр. То есть мы представили предварительный национально. Еліміз бастапқы ұлттық жоспарды ұсынды, яғни онда Қазақстанның өз еншісіне алып жатқан міндеттемелері бар. Біз шартсыз жағдайда 2020 жылға дейін парниктік газдар көлемін 15%-ға қысқартуымыз керек. Ал шартты түрде бұл көрсеткіш 25%-ға жетуі тиіс. Соңғысы қаржыландыру механизмдері болған жағдайда ғана жүзеге асуы мүмкін. Новым соглашением. Аталмыш қаржыны жаңадан құрылатын жасыл қордан алуға болады. Климат келісімі аясында донор мемлекеттер осы қорды жыл сайын 100 миллиард долларға толықтырып отыру жөнінде өз мойнына міндеттеме алады. Ондағы қаражат есебінен дамушы елдер экологиялық технологияларды енгізіп, парниктік газдар көлемін азайта алады. Дегенмен, бұл қаражатқа қол жеткізу үшін климат келісімін қабылдаған елдер инвестициялық жоспар не бизнес стратегия ұсынуы тиіс. Қазақстан да мұндай құжаттарды келісімді ратификациялағанға дейін қабылдауы қажет. На сегодняшний день Парижское соглашение ратифицировали. Бүгінгі таңда Париж келісімін 22 мемлекет ратификациялады. Климат жөніндегі басты құжат толық күшіне енуі үшін парниктік газдар мөлшерін көп шығарып отырған. Кем дегендегі 55 мемлекет оны ратификациялауы тиіс. Ал заңдармен сәйкестендірген 22 елдің үлесі әзірге 1%-да ғана құрап отыр. Дегенмен Қазақстанның құжатты ратификациялау мен стратегиялық жоспарын әзірлеуге әлі уақыты бар. Ратификации и параллельно провести. Әлемдік экономиканың болашағына климаттың өзгеруімен күрес пен энерготиімділікті арттыру факторлары өте қатты әсер етуі тиіс дейді мамандар. Еуропалық қауымдастық 20-20-20 ұзақ мерзімді жоспарын дайындап та қойды. Бұл яғни 2020 жылға дейін парниктік газдар көлемін 20%-ға қысқартып, энерготиімділікті 20%-ға арттырып, баламалы қуат көздерінің үлесін 20%-ға өсіруді көздейтін саясат. Осылайша Еуропа экология аспектілерін ескеретін экономикаға көшу мүмкіндігін қарастыруда. Одан бөлек, ақш-тың 2050 жылға қарай шығарындылар көлемін 50%-ға, ал 2080 жылға дейін 80%-ға қысқарту жоспары инновация қарқынының үдей түсуіне әсер етеді. Болашақта әлемнің жетекші экономикалары төмен көміртекті дамуды меже етіп отыр. Бұл жаңашылдықтардың бәрі дамыған және дамушы елдер үшін алдағы 10 жылдықтың жоспары. Әлемдік қауымдастық жоспарлап, ел үкіметі қойған тапсырманы орындауда мемлекеттің, жеке және қоғамдық ұйымдардың маңызы зор. Мәселен, Синг-центр ғылыми білім беру орталығы. Бұл осындай сипаттағы Орталық Азия мен ТМД елдері ішінде ашылған алғашқы оқыту мекемесі. Ол 2013 жылы сол кездегі қоршаған ортаны қорғау мен су ресурстары министрлігінің мұрындық болуымен құрылған ұйым. Жасыл академия басшысы Бақыт Исекинаның айтуынша, жасыл бағытта бет түзеу үшін адамзат капиталының әлеуетін дамыту керек. Бұл экономиканың бәсекеге қабілетті болу үшін қажет дейді маман. Для того, чтобы было общее понимание, я считаю, что... Ғылыми-техникалық прогресс бір орында тұрмайды. Оны жасайтын әрине қарапайым халық, адамдар, жоғары дәрежелі мамандар. Біз техникалық мамандардың шетелге кетуіне жол бермеуіміз керек. Әйтпеген күні елде жұмыс істейтін маман қалмайды. Басымдықты соларға беру қажет. Біз өз жұмысымызда осы адами капиталға көп көңіл бөлеміз. Рассказать о лучшем международном опыте. Жасыл академия өз жұмысында екі бағытты межелеген. Біріншісі білім беру, екіншісі ғылыми зерттеулер жүргізу. Мұндағы мамандар санға емес, сапаға мән береміз. Сондықтан ашылғалы бері 30-ға жуық семинар өткізді. Жоғарыда отырған басшылардың қоршаған орта туралы біліктілігін арттырдық дейді. Бизнес өкілдері де маңызды тақырып бойынша білім көкжиектерін кеңейтуге кетер емес көрінеді.
Енді жалпы бағдарламасын айтсақ, бағдарламалар тұжырымдаманың негізгі бағыттарына байланысты болды. Енді сол кезде сол бағдарламаларды құрудің өзі бір үлкен жұмыс болды. Өйткені бәрі жаңадан, бәрі жаңаша. Біздің өзімізге сол бағдарламаны жасақтау үшін, оны методикалық тұрғыдан толықтыру үшін, былайша айтқанда контенті дейді, контентін жасау үшін біраз өз тарапымыздан жұмыс жасау керек болды. Ол оқу, үйрену, білу, шетелдік тәжірибені зерттеу, әріптестерді іздеу, сол жағынан біраз жұмыс жасалды. Семинар, тренингтерден бөлек бұл мекеме халықаралық конференциялардың да тұрақты қатысушысы әрі ұйымдастырушысы. Өткен жылы олар климат бойынша Париждік келісімге ұлттық міндеттемелерді әзірлеуге атсалысқан. Бұдан басқа халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулер де бар. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы бар. Сол ұйыммен 2 жоба өткіздік. Ол Алматы қаласының тұрақты транспорты жөнінде ауа тазалығына байланысты, климатқа байланысты жасалған зерттеу. Ол да жақсы өтті. Қорытындысы бойынша былтыр Астана қаласында семинар өткізіп, ол семинар Астана экономикалық форумының панельдік сессиясына байланысты өтті. Тағы бір айта кететін жоба ол сумен қамтамасыз ету, таза сумен қамтамасыз ету. Ол да Біріккен ұлттар ұйымының бағдарламасымен байланысты өткізілді. Қазіргі кезде академия бірнеше жобаларға ұсыныс жасап отыр. Нәтижесін келешекте күтіп отырмыз. Жыл сайын елордада өтетін экономикалық форум аясында экологияға негізделген экономиканы құру бағытындағы отырыстар да осы ұйымның еншісінде. Онда көтерілетін басты тақырыптар бизнесті жасылдандыру, жасыл даму, қалалардың тұрақты дамуы, ал соңғы шарада төмен көміртекті даму мәселесі көтерілген. Академия басшылығы серіктесіп жұмыс істеуді қалайды. Адам жалғыз өзі ештеңе бітіре алмайды дегенді алға тартады мұндағылар. Сондықтан болар бұл бағытта әлдеқашан алға кеткен Еуропалық одақ серіктес ретінде таңдалынған. Казахстан выбрал, равно как и другие передовые. Біз Қазақстанның жасыл экономика жолын таңдағанына өте қуаныштымыз. Еуропалық тәжірибе неге Қазақстан үшін керек болады? Кәрі құрлық жасыл экономиканы дамыту жағдайында ел экономикасының тұраламайтынын әлдеқашан дәлелдеді. Екіншіден, Еуропа Қазақстан экономикасының әртараптандырылуын қолдайды. Премьер-министрлеріңіздің өзі болашақта экономиканың басқа салаларына ешкім аса көп қаржы салмайды. Барлығында жасыл экономика қызық болады дегенді айтады. Біз осы тәжірибені сіздерге жеткізу үшін Жасыл академиямен тығыз жұмыс жасаймыз. Бұл жерде түрлі семинар, тренингтердің аса маңызы зор. Жеке бизнесті бұл үрдіске тарту керек. Еуропада бизнестің 99% орта және шағын бизнестің үлесінде. Қазақстанда да осындай тенденцияға аяқ басу байқалады. В Казахстане тенденция будет такой же. Өндірістік нысандардың табиғатқа келтіретін зияны белгілі. Парниктік газдардың көп бөлігі де соларға тиесілі. Тау-кен технологиялары ғылыми орталығы мамандарының айтуынша, бұл олқылықтың орнын толтыру бойынша жұмыстар қолға алынған. Бүгінгі таңда бұл мекеме Соколов-Сарыбай тау-кен байыту кәсіпорнында жобалық жұмыстарды жүргізіп отыр. Это является парниковые газы. Негізінен ондай компаниялар парниктік газдарды көп бөледі. Басты компоненттер азот, натрий диоксиді тағы басқа улы заттар. Біз кәсіпорындарды парниктік газдар көлемін аз шығаруға мүмкіндік беретін құрылғыларды сатып алуға ынталандырмақ ойдамыз. Это является стимулирование предприятий. Енді бас ведомство, қоғамдық ұйымдар мен қоршаған ортаға жанашыр мекемелер төмен көміртекті даму бойынша ұзақ мерзімді ел стратегиясын дайындап жатыр. Париждік құжатта баса назар аударылған негізгі тақырыпта осы болатын. Жаңа мақсат анықталды, енді оны өз деңгейінде орындау маңызды. Жаһандық дағдарыс дәстүрлі нарық үлгілерінің мінсіз еместігін дәлелдеді. Шикізат құны түсіп, баламалы қуат көздерін пайдалану қажеттігі туындады. Осы кезде әлем көшбасшылары жасыл энергияға назар аудара бастады. Алдағы 10 жылда баламалы және жанданатын қуат көздеріне басымдық берілуі тиіс. Уақыт талабы сондай. Бүгінге осы жарқын болашақтың бастауы болатын жасыл экономика бағдарламасымен бірге болыңыздар. Эфирде келесі көріскенше.